Соңғы кездері CBS+1 форматы жайлы көп естиміз, бірақ бұл нені білдіреді? Жауап беріп көрейік. CBS дегеніміз орталық Азияның 5 мемлекеті: Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан. Ал ондағы +1 жоғарыда аталған елдермен кездесу өткізетін серіктес елді білдіреді. Орталық Азия тек географиялық емес, геосаяси және геоэкономикалық маңызға ие аймаққа айналып келеді. Потенциал Центральной Азии, ее нынешняя и будущая роль как динамично развивающегося региона в глобальных процессах признается в основных государствах мира. Этим объясняется рост их интереса к переговорам именно в таком формате. Бұл формат 2015 жылдан бері әртүрлі салалардағы ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған икемді дипломатиялық алаң. Осыған дейін дәл мұндай форматта Еуропалық одақпен Ресей, Италия, Германия сияқты елдермен кездесулер өтті. Мәселен, ақш-та дәл осы форматтағы CBS+ ақш саммит өтуде. Мұндай форматта ақш орталық Азия елдерімен алғаш рет кездесуде. ақш неге орталық Азиямен серіктестікті нығайтуда? Бұрын мұнай үшін, қазір индустриялық қауіпсіздік үшін. Негізгі бағыт сирек кездесетін металдар. Бүгінде олардың 80%-ын Қытай бақылайды. Сондықтан ақш балама іздейді. Осы тұрғыда Қазақстан сенімді серіктес. Мақсат шикізат емес, толық технологиялық тізбек құру. Тағы бір бағыт логистика және көлік дәліздері. Орта дәліз санкцияға төзімді, қауіпсіз және ашық маршрут. Үшінші бағыт жасыл энергия және жоғары технологиялар. Қазіргі геополитикалық жағдайда С5 елдері тұрақтылық кепілі. Көлік логистика саласындағы әріптестікті жаңа деңгейге көтеру басты міндеттің бірі. Елдеріміз шығыс пен батысты, оңтүстік пен солтүстікті жалғайтын 9 жолдың торабы Еуразия төрінде орналасқан. Қазір Қазақстан аумағы арқылы 5 халықаралық теміржол дәлізі өтеді. Азия мен Еуропа арасындағы тасымалданатын жүктің 85%-ға жуығы Қазақстан арқылы жөнелтіледі. Орталық Азияға басқа алпауыт елдердің қызығушылығы артып келеді. Бұл елдерді болашағы зор аймақ деп бағалайды. Мұның бірнеше себебі бар. Ең алдымен орталық Азия Еуразияның жүрегінде орналасқан стратегиялық аймақ. 5 елдің халқы 70 миллионнан асады. Ал табиғи ресурстар мен көлік дәліздері экономикалық өсімнің негізі. Көп векторлы саясаттың арқасында аймақ елдері әлемдік державалармен тең дәрежеде сөйлесіп, түрлі инвестиция тартуға мүмкіндігі бар. Оның бір мысалы CBS+ ақш саммиті. Бұл екі жақты тиімді келіссөз болмақ. CBS+ ақш саммиті орталық Азия елдері үшін жаңа кезеңнің бастауы. Бұл кездесу аймақтың халықаралық беделін арттырып, экономикалық, технологиялық және экологиялық серіктестіктің жаңа мүмкіндіктерін ашады.